Қайырлы күн, әріптестер. Аттестациядан, педагогикадан келетін тест сұрақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші сұрақ. Алдағы оқыту туралы шешімді қабылдау мақсатында оқыту нәтижесінің жүйелі қосындысына бағытталған қызметті белгілеу үшін пайдаланылатын ұғым бағалау. Екінші сұрақ. Рефлексия жасайтын мұғалімнің қызметін жетілдіруге жәрдемдеседі. Қызмет нәтижесі туралы әкімшілікке есептер беру. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес төменде ұсынылған құндылықтардың қайсысы ұжымда жұмыс жасау машықтарын қалыптастыруға жатады? Әріптестік. Дұрыс жауабы. Төртінші сұрақ. Жеке қызметін өзін-өзі бағалағанда мұғалім сұрақтар қояды. Сабақтың жоғары нәтиже көрсетпеуіне кім кінәлі? Бесінші сұрақ. Өзін-өзі жетілдіру процесі тиімді болу үшін мұғалімдер жасау керек. Директор мен әкімшілік орнатқан саясатқа бағыну керек. Алтыншы сұрақ. Оқытудың бағалау мақсаты болып табылады. Жинақтау. Жетінші сұрақ. Нәтижесінде біліктілік берілетін бағалаудың басты мақсаттарының бірі тексеру және стандарттардың орындалуы болып табылады. Сегізінші сұрақ. Бағалаудың барлық түрлерінің жалпы сипаттамасы бақылау, талдап түсіндіру, қорытындылау. Тоғызыншы сұрақ. Берілген бағалау критерийлерінің қайсысы даму үшін анағұрлым табысты болады? Өз білімінің рефлексиясы, өз білімі үшін жауаптылық. Оныншы сұрақ. Барлық қорытындылардың бағасы мүмкін болатын көзқарастар және келешектегілерді қарастыру және тану, альтернативті талдап түсіндірулер және үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу, ұтымдылыққа жол. 11-ші сұрақ. Суммативті бағалау. Курс аяғында мұғалім әр оқушыға оқытуды қалай жалғастыру керектігіне кеңес береді. 12-ші сұрақ. Диагностикалық тест. Мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайды. 13-ші сұрақ. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды, табыс критерийі болып табылады. Бірлесе үйренулері. 14-ші сұрақ. Өздік бақылауға жатпайды, жады мүмкіндіктері. 15-ші сұрақ. Социологтардың пайымдауынша өздік білім алу уақыты аптасына неше сағатты құру керек? 18-20 сағат. 16-ші сұрақ. Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады жиынтық бағалау спецификациясынан. 17-ші сұрақ. Мұғалім күнделігін жүргізу артықшылығы үнемі рефлексиялау тәсілі ретінде инновациямен айналысатын әкімшіліктің басты талабы болып табылады. 18-ші сұрақ. Жада жақын арада даму аймағын негізгі идеясы неде? Мұғаліммен және құрбылармен ынтымақтастықта даму үшін жайлы орта құру. 19-ші сұрақ. Оқытудың бағалау мақсаты болып табылады. Білімді жинақтау. 20-ші сұрақ. Сабақта пікірталас мәдениетінің қалыптасуына келесі ереже көмектесе алмайды. Әртүрлі дауыс ырғағы және қимылдарға жол беру, бастысы мақсатқа жету. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.